Адамдар бір-бірін түсінгенше жарты ғұмыр өтеді. Ал бір-бірлерінің қадірлеріне жеткенде өмір бітеді демекші. Бұл әңгімедегі кейіпкер жан дүниесіндегі осы бір сырларымен сіздермен бөліскісі келді. Себебі оның басынан өткен оқиға дәл сол сияқты асығыс шешім қабылдамауға, эмоцияға берілмеуге, қара көз қазақтың қыздарына ой салар деген үмітпен жариялауымды сұрады. Құрметті тыңдарман, әңгіме басталмай жатып каналға тіркеліп, лайк басып, соңында пікір қалдыруды ұмытпайық. Қайрат, қаш. Неге? Қаш деймін, Арсен келіп қалды. Қалай? Ол малды ауылға кетпеп еді? Білмеймін, қашшы, көрінбеші көзіне. Қайда қашамын? Деп үйдің артына жүгіріп кеткен Қайраттың көзіне бірден ескі қора оттай басылды. Ешкім кіре қоймас деген үмітпен зу ете қалды. Қайрат қайдан білсін Арсеннің семіз қой әкеліп қораға қамағалы жүргенін. Мына жақта Жадыраның есі шығып, енді не болар екен деумен аяғы қалтырап үйге кіріп кетті. Ішінен, Алла, ешкім біліп қоймасыншы, ұятай деп қатты қысылды. Семіз қойын дырылдатып сүйреп қораға кіргізе бергені сол еді. Арсен алдында қабырғаға жабысып тұрған досын көріп аң-таң болды. Тапа-тал түс. Қайраттың мына тұрысы бірден ұнамады оған. Ауылда өсек жатсын ба? Өзі де көптен бері күдіктеніп жүрген. Шық, басқа жерде сөйлесеміз, деген Арсеннің қатқыл даусынан Қайрат қорқайын деді. Ал Жадыра осы сәтте өз бөлмесінің терезесінен қораның есігінен екі жігіттің қабақтарын түйіп шығып бара жатқандарын көріп, одан әрі зәре құты қашты. Не істесем екен, ағама бәрін түсіндірсем бе? Дегенше сырт жақтан, Жадыра, үйде отыр, ешқайда шығушы болма, деген Арсеннің даусы естілді. Қорыққанға қос көрінеді дегендей, Жадыраның жүрегі тас төбесіне шықты. Ағасы Қайратты алып, қақпадан шығып кетті. Қанша уақыт өткені белгісіз, кеш бата Арсен үйге оралып, қарындасына енді Қайратпен кездесуге тыйым салды. Сол түн Жадыраның әлі есінде, еңкілдеп жылап шықты. Енді қайтсын, 8 жыл сөз байласқан жігіті, бірақ ағасының досы еді. Жан досының осылай өзін пайдаланып кеткендей сезінген Арсенге де оңай емес. Сонымен бұл махаббат хикаясы осы жерден аяқталып, қыз оқуға басқа қалаға кетті. Қанша ауыр болса да көнбеске амалы жоқ. Жадыра қыз бар күшін жігерін жинады да, басқа өзі танымайтын қаладан бірақ шықты. Мүмкін сол кезде Жадыра ағасына, жігіт досына қарсы шығып, бас қосқандарында қыздың тағдыры тәлкекке ұшырамас педі. Бұл сұрақты жаны қиналғанда Жадыра өзіне жиі қоятын. Қайратты ұмытамын деп жүріп, оқуға түскеннен не пайда? Зейін салып оқымады, сырттай бөлімге ауысты да, кафе жағалап официант болып жұмысқа тұрды. Өзінен өзі қашып жүрген тірілікке айналды. Аласұрып біресе анда, біресе мында барады. Уақыт зымырап өтіп, диплом алатын күнде келді. Жолдан такси күтіп, сондай ерекше әдемі болып, көліктің артқы орнына жайғасқаны сол еді. Бір бейтаныс жігіт отыр екен. Жадыраға әлсін-әлсін көз қиығын тастап қарап қояды. Әрине, аққұба келген көрікті, бойы ұзын қыз болғандықтан жас жігіттердің тамсанып қарауы жаңалық емес. Жігіттің жанары тесіп бара жатқандай сезілді. Қыз жалт қарағанда ұлан деп қолын созып үлгерді. Жадыра дегеннен басқа қыз ары қарай аузын ашпай, терезеге телміріп, ұланға қарамауға тырысты. Ішінен көзі не деген өткіреді деп денесі тітіркенгендей болды. Универіне жақындағанда жүргізушіден түсіріп кеттуін өтінді. Күн өте ыстық болғандықтан оқуға баратын жолдағы дүкенге кіріп еді, жаңа танысы артынан келіп тұр. Қандай жылдамсың, үлгермей қалдым ғой. Сәл болғанда таппай қалатын едім деп, өздігінен асыққан жігіт ентігіп сөйлеп жатыр. Ұлан, сен не істеп жүрсің? Сен іздеп? Мені? Деген Жадыра аң-таң. Шықшы, сосын сөйлесеміз. Мен асығыс едім, дипломымды алуға бара жатырмын деген Жадыраның қолындағы суымен бірге ұлан далаға тез алып шықты. Бірге барайық, маған ұнап қалдың. Саған үйленемін деді. Әй шәй жоқ әлгі жігіт. Қалжың болар деумен
Жадыра тағы асығыс екенін қайталап, оқу жағына бет бұрды. Ішінен сымбатты жігіт екен, бірақ сөздері қызық деп ойлап үлгерді. Ұлан да соңынан қалар емес. Жадырамен бірге универге кірді. Қыр соңынан қалмай жүріп жүр. Маған үйлену керек, сен маған лайықтысың, деген Ұлан өзіне қатты сенімді. Қалжыңдап болсаң доғар енді, деп жігіттің сөзін жақын қабылдамады. Сонымен не керек, Ұлан Жадыраның қыр соңынан қалмай, дипломын қолына алғанша бірге жүрді. Үстемдігін жүргізе алатын жігіт болып тұр ғой. Әлде жаралы жүрегіме еміз дедім бе? Мына жігіттің қылығы ерсі болғанмен, батылдығы ұнап тұр. Жадыра, кеттік менің ауылыма, деді. Кешқұрым дипломды қолдарына алып, атап өтуге жақын жердегі шағын кафеге әкелген Ұлан. Қалжыңдап болсаң доғар енді. Жоқ, қалжың емес. Шаруаларыңды бітірсең жолға шығайық. Үйдегілерге келін әкелемін деп айтып қойдым. Дайындық басталып кетті, деді. Осы кезде не түрткі болғанын білмеймін. Ұзын сөздің қысқасы, Ұланның қолынан ұстап, ауылына кете бардым. Ішімде мүмкін сезім пайда болды ма, бір жағынан балалық па, әлде аядым ба білмеймін. Аядым дегенім, үйіндегілері дайындалып жатыр, қалай жалғыз барады деген ой еді. Екеуміз сол түні таныс досының үйіне түнеп, таңертең Ұланның ауылына жол тарттық. Ұзақ жол, қаладан 300 шақырымдай ауыл екен. Жете бергенде көзім ілініп кетті. Келдік, түс дегенде барып ояндым. Қара жолдың бойынан бір ер кісі күтіп алды. Болашақ күйеуімнің атасы екен. Аман саулық сұрасып, басқа көлікке ауыстық. Осы сәтте көңіл күйім түсіп, қайда, не үшін деп ойланып кеттім. Қалай жеткенімізді тағы білмей қалдым. Көлік тоқтағанда барып селк ете қалдым. Ойға қатты шомып кеткен болуым керек. Шуылдап бір топ әйел бала шаға күтіп алды. Маған қарай келе жатқан, қолында орамалы бар әйел өте суық қарсы алғандай көрінді. Болашақ енем екен. Атымды сұрап, үйге қарай жетектегенде, кетемін, кірмеймін дедім. Түсінбей қалған жұрт, онда неге келдің деп шу ете қалды. Абдырап не айтарымды білмей, өзімді кінәлі сезініп, сол жерде қалып қоя бердім. Кешегі танысым, бүгінгі күйеуім үйдің үлкені екен. Күйеуімнің әкесі жоқ. Енем және тағы бір ұлы бар. Қайнатамды сұрамадым. Енем екінші ұлымен бөлек тұрады. Менің күйеуім ата-әжесімен екен. Күйеуім біз танысқан қалада жұмыс жасайды. Еңбек демалысы уақытын пайдаланып үйленген болды. Бұл күйеуімнің сол кездегі маған берген жауабы еді. Алайда өтірік екенін кейіннен білдім. Тойға дайындық басталып, менің еліме құдалыққа кетті. Ойымда ештеңе жоқ, келіндік өміріме белсене кірісіп кеттім. Бірақ құдалықтан күйеуімнің үй іші көңілсіз оралды. Қас қабақтарына қарап, не болды екен деп анама телефон шалдым. Не боп қалды, үйдегілер көңілсіз, ренжісіп қалмадыңыздар ма деп сұрадым. Қой, қайдағыны шығарма, бәрі жақсы өтті. Ризамыз құдаларға дегеннен басқа ештеңе айтпады шешем. Біраз күн өткен соң, атам өзінен өзі бұлқан-талқан болып, атанаң бізді дұрыс күтпеді, қонақ сыйлауды білмейді екен, деп әңгімесін бастады. Сөздерінен сескенсем де, бәрі дұрыс болмады ма? Не көңіліңізден шықпады дегенім сол еді? Арақ құйылмады, осылайда қонақ күтеме, дегенде үстімнен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Сол үшін ренжідіңіз бе деп өз құлағыма өзім сенбей қайта-қайта сұрадым. Иә, сол, адам сыйлы қонағы келсе, арақ құйып құрметтеп күтпей ме, дегенде аузым ашылып, қандай ортаға тап болдым деген өкініш пайда болды. Ал мен кішкентай кезімнен араққа жаумын. 6 ағайындымыз. Мен үйдің кенжесімін. 4 ұл, 2 қыз біткен анамыздың құрсағына. Көзімді ашқаннан малдауылда тұрдық. Ата-анам мал бақты. Мектепке баратын кез келгенде ата-әжеміздің қолына келдік. Атам билікке жақын, бүкіл әулетті ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстады. Ешбір баласы алдына қарсы келмейтін. Демалыс кездері ата-анамызға барып көмектесеміз. Солай өмір өтіп жатты. Әкем екеуі үйленгелі малдан басқа еш қызық болмады ма? Анам мен ес білгелі ішімдікке әуес болды. Бір ішсе, айлап ішіп қоймайтын.
Бірақ қаһарлы атам менің анамның алдында қауқарсыз еді. Неге ішесің? Не болмаса әкеме ажырас деген емес. Керісінше ешкімге тіс жармай, атам мен әжем келіндерінің оғаш қылығын жасырып жүрді. Біз болсақ, бақытты отбасының балалары болып өмір сүрдік. Анаңның ішкені қандай жаман, мас болып үйді басына көтеріп, арақ іздегенде бала болсам да қатты ұялып жылайтынмын. Ол мас кезде көзіне түскен кісінің барлығын ішімдікке жұмсайды. Таныс тамырдың барлығы анам мас күйінде алдарынан шықса қаша жөнеледі, араққа жұмсайды деп. Осындай сәттерде кірерге жер таппай талай еңіреп жылаған кездерім әлі есімде. Айта берсем көп, сондықтан да арақ ішкен, арақ сұраған адам мен үшін ата жау. Бала кезімде талай анам арақты қойса екен, басқа балалардың анасы секілді әдемі болып жүріп, бізді қыдыртып ойнатса деп армандап жатып ұйықтап кететінмін. Ал есейгенімде сыныптастарым біліп қоймасыншы деп, олардан өзімді оғаш ұстап, қатты ешкіммен араласпадым. Әкемнің мінезі жұмсақ болды ма? Анамның маскүнем әйел болғанына көнгені қашан. Ынжық деп қатты ренжитінмін папама. Бір сабап алса қайтер еді деген ойда келетін. Жұрт біліп қоймасын деп, әпкем екеуміз үйді мұнтаздай етіп тазалап, сабағымызды өте жақсы оқыдық. Кейде қиялдап, арақ дүние жүзінде жоқ болып кетсе екен деп ойласам, қатты ашуланғанда анам өліп қалса ғой, осылай алқаш болып жүргенше деп тілейтінмін. Талай тентіреп түнімен іздеген кездерімізде жоқ емес. Себебі есін білмей көше қаңғырып кететін. Таппай аласұрып, біреулер өлтіріп кетпеді ме деген жаман ойлар мына басты талай қатырды. Құрметті тыңдарман, мені түсінген боларсыздар. Неге араққа сонша қарсылық білдіргенімді. Бірақ оны қалай жаңа келін болып түскен жеріме жариялаймын. Дымым ішімде. Енді атамның сөзінен кейін ішімдікке деген кек одан ары өрши түсті. Балалық шағымды құртқан бұл ақсу енді үлкен өміріме де кедергісін келтірмек. Осы жағдайдан кейін жаңа отбасымның маған көзқарастары өзгерді. Сыртымнан түк көрмегендер деген атауға теңеліп жүрдім. Елдің көзінше мақтап, елдің көзі таса болғанда сөйлеу мәнерлері өзгеріп, отыра қалып менің отбасыма тіл тигізеді. Естісем де естімегендей болып саңырау кейпін таныттым. Бірақ ішімде аласапыран дауыл, осы мен осы үйдің адамымын ба, әлде бөтенмін бе деген. Күйеуімнің аты бар, күйеу деген, өзі жоқ. Енді мен түсінбейтін өмір басталып кетті бізде. Үнемі көкейімде ұлан үйленуге неге асықты деген сұрақ жүрді. Әне міне дегенше үйлену тойдың уақыты да жетті. Той болардың алдында өзімдікке салынып арақ қоймаңыздар деп айтқаным сол еді, бәрі маған қарсы шықты. Менің сөзімді елеген де жоқ. Мен ұланмен танысқанымда намаз оқимын, арақ ішпеймін, темекі тартпаймын деп өзінің жақсы қырларын жіпке тізгендей айтып еді. Енді қарасам бәрі өтірік. Белгіленген уақытта тойда өтті. Бәрінің көңілінен шыққандай болып тарқады. Келін болып түскеніме 2 айдан астам уақыт болды. Бірақ құрсақ көтермедім. Неге бала көтермей жүрсің деген сұрақтың астына үйдегілер мені жиі алатын болды. Әдейі көтермей жүр деген сыпсың әңгімелер де жоқ емес. Осы кезең мен үшін ең ауыр еді. Қолдайтын күйеу, түсінетін ене болмады. Күні-түні перзент тілеп жүрдім. Осылай 6 ай дегенде жүрегім айнып, басым айналып өзімді әлсіз сезіне бастадым. Үлкен енем бірден аяғың ауыр деді. Расымен солай екен. Аллахым менің қолымды кері қайтармай тілеуімді берді. Қуанышымда шек болмады. Отбасылық өмірім реттеліп кетер деген үміт ұялады жүрегімде. Бірақ жүктілігім өте ауыр өтті. Жиі қан кетіп ауруханаға түсе беретін жағдайда едім. Қара судан жүрек айнып, жатуым көбейіп кетті. Түсінетін күйеу жоқ. Танымайтын ортада маған сүйеніш болама десем, керісінше жағдайды ушықтырып күнде ұрыс керіс. Жылы қабақ танытатын бір жан болмады. Осындай кезде үйден қонақ та үзілмей, дастарханға арақ құйылмаса отырыстар өтпейтін. Менің төркінімде ене мен келін, ата мен бала бірге отырып арақ ішу деген болмаған соң, бұлардың мына көріністері әбден мазамды қашырды.
Ай күнім жетіп тұңғыш баламызды дүниеге әкелдім. Күйеуім ата-әжесінің қолында өскен соң немереден туылған шөбере деп ерекше қуанышқа бөленді. Ұланның жұмысы қалада болған соң тойдан кейін бірге кеттім. Кіші енем бірге тұрады, бірақ 2 күн демалыста салдырлап 300 шақырым ауылға ата-әжемізге кетеміз. Кішкентай баламен екі ортада жүру өте қиын екенін ешкім түсінгісі келмейді. Енем осы кезде бір ер адаммен көңіл жарастырып жүрген еді. Біздің ауылға барып жүргенімізге қуанбаса ренжіген жоқ. Көп ұзамай сөйлесіп жүрген адамымен бірге тұратын болып шешіп бөлек кетті. Ой қуанғаным-ай, өкінішке орай қуанышым көпке созылмады. Бір күні үлкен енем өзінен өзі шағып сөйлеп, қатыныңның қолын жылы суға малып жүрсің деп күйеуімнің миын жей бастады. Осы сөздердің әсерінен Ұлан бір күнде жұмыстан шықты да ауылға көшіп кеттік. Ауылда не тірлік болсын, үйде азын-аулақ қой, тауық, сиыр бар еді. 5 сиырды сауып, арасында қой кезекке шығамын. Көпке шыдамай Ұлан ананы-мынаны сылтауратып, мені ауылға тастап, өзі қалаға қайта жұмысқа кетті орналасуға. Амал жоқ қалдым, кемпір шал жабысып жібергісі жоқ. Әр сенбіні асыға күтемін, күйеуім келеді деп. Оның бірақ менімен шаруасы болмады. Ауылға келеді, ұйқысын қандырады, қарнын тойдырып алып, достарын жағалап, сонымен қайта кетіп қалады. Мен бұл ара қатынастан шаршай бастадым. Бірдеңе деп пікіріңді айтып қалсаң болды, сен ешкім ұстап тұрған жоқ, кете бер дегенді жиі еститін болдым. Неге маған жылулық жоқ деген сұрақ жиі мазалап қоя беретін. Осы ой мазалай берген соң, телефонын байқатпай қарасам, бір келіншекпен сөйлесіп жүр екен. Жүрегім ауырып, үндемей қалу жоқ, бірден жағдайды түсіндіруді талап еттім. Біліп қойғаныма ұялама десем, саспайды, бетіме бүлк етпестен, баласы бар келіншекті сүйемін, үйдегілер оған қарсы шықты. Сол үшін саған үйлене салдым демесі бар ма? Күйеуімнің бұл сөздерін естігенде, үстімнен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Әркім өз пайдасына пайдаланып кеткен шүберек секілді болып қалдым. Ызамен күйеуімнің көңілдесіне тікелей шықтым. Ұланмен кездеспеуін доғар десем, оның да сасатын еш түрі жоқ. Керек болса ажыратып алам. Сен кедергі емессің дегені мені тіпті жерге шаншып тастағанмен тең болды. Онсыз да әркімнің түртпегіне әрең шыдап жүрген мен баламды алдымда қалаға кетіп қалдым. Үлкен енемде реакция жоқ. Ол да бұлқан-талқан болып маған үйінде бір дүниесін қозғап қойсам ашуланып қала беретін. Менің кеткеніме қуанбаса қой демеді. Бір киер киімімді алып, Алматыға баламды көтеріп кетіп қалдым. Жақын туыс апайым бар еді. Ол басу айтып, қайта келген қыз жаман, үйіңе асықпа деді. Бұл кезде тұңғышымыз 10 айлық еді. Ашуым басылып, апайымның сөзі бар, күйеуіме өзім хабарластым. Бағалап кешірім сұраған ол жоқ. Өзің кеттің, өзің кел деді. Тіпті бала үшін де қайғырмайтынын ашық айтты. Жан дүнием қарс айырылып, не істерімді білмей қалдым. Менде де көкірек бар. Бәрібір күйеуден қайыр жоқ деп баламды алып, төркініме аттанып кеттім. Бұл үйде де менің қайтып келгеніме аса ешкім қуанбады. Әкем, күйеу бала келсе ақылға салынып қайта қосыл деп қысқа қайырды. Жақындарымнан қолдау көрмеген соң ит болып Ұланға қайта хабарластым. Звондасам көтермейді. Хат жазсам жауап жоқ. Жаным күйзеліп, ешкіммен сөйлеспейтін халге түстім. Аққұба келіншектен салмағым түсіп, тұтығып қара торы қатынға айналдым. Әке-шешеме мал қарасамын, ата-әжеме көмектесемін деп 2 ортада 3 ай жүрдім. Осындай күндерімнің бірінде малда жүрген кезім, күйеу бала келді, тез ауылға түс деген хабар жетті. Көптен күткен күйеуім туысқан аға жеңгесін ертіп келіпті. Қуанышым қойныма сыймай, баламды құшақтап жетіп бардым. Атам, жақсы отбасы болып кетіңдер. Жігіттің басына не келіп не кетпейді. Балам ендігі қызымды ренжітпе, деп жай ғана айтып бізді қосып жіберді. Сонда да жақсы деп кішірею жоқ. Менің кінәм емес, өзі кетті деп Ұлан бар кінәні өзіме итере салды. Қалып қояйын десем, үйдегілерден қолдау жоқ. Кетейін десем, күйеудің түрі мынау.
Амалымның жоқтығынан басым салбырап, артынан еріп кете бердім. Осы келгенімде ағам, «Жадыра, сенің көз жасыңа қалдым ба деп қорқамын. Кешірші», дегенде үндемей тек көзімнен жас тоқтамай шықты. Қайратта отбасылы екен ендігі. Менің ауылымнан Алматыға одан тағы 300 шақырым жер жүреміз деп әбден сілем қатты. Үлкен ата-енем шөберелерінің алдынан шығып, «Сені сағынып әкеңді жібердік» дегенде ғана күйеуімнің өз қалауымен келмегенін түсіндім. Мен не дей аламын? Үндемей үй шаруасына бұрынғы қалпымша кірісіп кеттім. Сиыр, қой, тауық қарап тағы 2 бие қосылыпты. Сиыр мен биемді сауып, қымыз, май, сүт, құрт жасап ауылдың күйбең тірлігіне еніп кеттім. Үлкен енем еш өзгермеді. Үйге бір барып келгенім тіпті пәле болды. Аңдығаны мен бірілік іздейді де жүреді. Әбден жүйкем етеді. Жасымнан үй шаруасына пісіп өскен мен үшін ауылдың тірлігі дым емес еді. Сонда да сиырды уақытымен саумайсың, тұрмайсың, үлгірмей жатырсың деген қаңқу сөздері ашуландырып жіберетін. Кейде қарсы сөйлеп қоям. «Тілің шығайын деді ме?» деп онсыз да сыныққа сылтау іздеп жүрген адамға бұл бір жақсы болды. Ұланға мені айтып, содан кейін ұлан мені ұратын болды. Бір күні үлкен ата-енем басқа қалаға қыздарының үйіне қонаққа кететін болды. Оны естіп қуанғаным-ай. Олар жоқта ескірген үйді тазалап, ақтап алғым келді. Кемпір үйде қоқыстың барлығын қимай, жинай береді. Сиырдың сасып кеткен майы дейсіз бе? Сынған, қираған зат деген енді көп деп айту жай сөз. Не керек, екеуі бар жиған тергенін арқалап қыздарына аттанды. Олар кеткен бойда баламның пособиясы түсе қалған еді. Бірден үйге краска алып жөндеу жұмыстарына кірістім. Неге екенін білмеймін. Осы жолы күйеуім мені қолдады. Ескі құсқының барлығын шығарып, лақтыратынды лақтырып, жуатынды жуып, үйді әктеп краскілеп, кішігірім ремонт жасап, әп-әдемі етіп қойдым. Айқайдың көкесі міне осы кезде басталды. Үлкен енем үйге кіріп, тазалықты көріп қуанама десем, «Сен бізді басқарайын деген екенсің» деп шу шығарды. Қайдан ғана жасады ма деп түнімен жылап көз ілмедім. Тұрсам да жатсам да, неге бұл үйдің адамдарына мен еш жақпаймын деген ойға кетемін. Әбден көңілдерінен шығамын деп шаршап қажыдым. Балам 1 жастан асқан кезі. Жақын туыстары көмекке шақырды. Ешкімге бөтен емеспін. Оның үстіне барған жерде шаруаны дөңгелетіп кететінім тағы бар. Көмектесіп кешке келсем, әжеміз ашулы. Телефоннан «Күйеуіме алып кет қатыныңды» деп сөйлеп жатыр. Үндемей қала алмадым. «Өзім-ақ кетемін, қумаңыз бізді» деген күйде қалаға күйеуіме кетіп қалдым. Келсем ұлан ашулы. «Неге келесің?» деп өзіме айқайлап есімді шығарды. «Ауылда тұрасың, әйтпесе кет үйіңе» деп тағы бетімнен қақты. Мен де басымнан сөз асырғым келмей қайта төркінге кеттім. Ауылыма Алматыдан поезда көлікте жүретін. Бұл жолы поезбен кететін болдым. Күйеуім өзі вокзалдан отырғызып жіберді. Үйден шыққаннан бастап бір ауыз қал деген сөзге жарымады. Үйге қайта оралып келгеніме ата-анам тағы аң-таң. Әкем момын адам болатын. Күйеу баласына не болмаса енемдерге телефон шалып, бірде-бір артық әңгіме айтпады. Қайын жұрттан мүлдем хабар жоқ. Арада тағы жарты жыл өтті. Ешқандай хабар болмаған соң, ұлымды балабақшаға орналастырып, өзім жұмысқа шығып кеттім. Осы кезде ұланның ата-жезінің үйінде қалған заттарымды әкеліп алмақшы болдым. Баламды алып, әпкем үшеуіміз аттанып кеттік. Барсақ сол баяғы таныс ауыл, таныс адамдар. Алдын ала ұланға келетінімізді хабарлап айтып қойғанмын. Олар түк болмағандай қарсы алып, қайта сөзге кеместен шығарып салды. Әпкесімен келдекен деп жатқан ешкім жоқ. Кетіп бара жатқанда атамыз ұлына қатын табылады, қайта той жасап беремін деп мақтанғандай болды. Мына сөздерді естіген менің көңілім құлазып кетті. Баласын сағынған әкені, немересіне жанашыған ата-жені байқамай басым салбыраған күйі үйге қайттым. Бұл тағдыр дегеннен басқа сөз естімедім. Ол кезде жарайды, біз жас болдық. Ал әулеттің үлкендері неге бейқам бізді жібере салды деген сұрақ қазір көкейді осып кетеді. Сонда да күттім, сүйдім. Ұлым 3 жасқа келді.
Туған күніне әкесі үлкен енем, кіші енем келеміз деп хабарласты. Әлі сол үміт өшпеген, бәрін түсінді, бізді алып кетеді деп жүрмін. Келгеннен кеткені тез болды. Бір күн болып кетіп бара жатып күйеуім, «Жадыра, мен келемін, біз қайта отбасы болып бәрін басынан бастайықшы» дегенді естігенде қуанышымда шек болмады. Әне келемін, міне келемін деп жүргенде сарғайып күз келді. Сол күн әлі есімнен кетер емес. Бір жаман хабар естейтіндей күйде жүрдім. Жұмысымнан сұранып үйге келіп жатып қалдым. Шыр еткен телефон оятты. Қарасам енем екен. Дереу көтердім. Менен сүйінші сұрағандай, «Жадыра, ұлан үйленді» деп қоя бергені бар емес пе? Жүрегімді біреу суырып алғандай күй кештім. Бәрі бітті деген осы деп еңкілдеп отырып жыладым. Ішімде сонау жылдан бергі көзге ілінер ілінбес болған үмітім сөнді. Қанша өзімді сабырға шақырсам да, жүрек деген тулап болмашы нәрсеге жылайтынды шығардым. Жатсам да тұрсам да көз алдымда әкесінен айнымай өсіп келе жатқан ұлымды көру қиынның қиыны еді. «Жадыра, есіңді жи» деп өзімді қолға алуға тырысқаныммен бар намысымды жиып ұланға телефон шалдым. Тағы да үнсіздік. Ештеңені түсіндіргісі келмейтіні бірден сезілді. Тек соңында ұлым өскенде өзі тауып алады деп сөзін аяқтады. Бұл ұлан екеуміздің соңғы әңгімеміз және бірге сүрген өміріміздегі соңғы аялдамамыз еді. Оған бақыт тілеп қош айтысқаныммен ішім қанжылады. Ұланмен ажырасу, оның басқаға үйленуі мен үшін оңай болған жоқ. Қандай болмасын, баламның әкесі 2 жылға жуық бірге отбасы болып тұрғанымыз бар. Соның салдарынан ауруханадан бір-ақ шықтым. Соңғы хабарды естіп, орнымнан тұра алмайтындай халде едім. Кеудемді сағыныш өртеп, енді келмеске кеттау деген қимастық сезім өтіп кетті. Екі бүктеліп жатқан күйімде ата-анам ауруханаға апарды. Бірақ дәрігерлер қолдарын бір сілтеп, «Кеш әкелгенсіздер» деп қабылдамады. Қай ата-ана баласының өлетін күнін күтіп жатар дейсіз? Елдерден сұрастыра жүріп, көрші елден бір-ақ шықтық. Денем былқ-сылқ, бет-аузым қисайып кеткен. Өзім қозғала алмаймын. Көрші елде менің ішектеріме тамақ жүрмей қатып қалғаны анықталды. Дәрігерлер бірден емдеуге кірісті. Диагнозымның қандай екені бәрімізге беймәлім. Бір айға жуық жатсам да, біреудің көмегінсіз жүрмейтіндей халде болдым. Ата-анам обалы не керек малдарын сатып, менің емімнен ақшаны аямады. Ауруханада 2 адамды палатада жаттым. Жарты ай өтті дегенде қарт апаймен көршілес болдық. Басында апай маған тесіліп қарай беретін. Уақыт өте келе маған «Сенің аз өмірің қалды» деп әңгімесін бастады. Үйімнен адам келсе жіп және тұз ала келсін деді. Анам бірден айтқанымды әкелді. Әйтеуір жазылып кетсең болды деп жүр ол кісі. Мешітке апарып молдаға дем салдырып, мен оқып берген жіпті тақсын, тұзға шомылсын деді әлгі апай. Анам екеуі сөйлесіп отырғанда ер адамның көзі өткен, соның зардабы дегенін құлағым шалды. Мына апайдың сөзінен кейін анам мені дереу Қазақстанға, өз елімізге алып келді. Ауылға келіп мықты молда тауып апарды. Апайдың айтқаны өтірік дейін десем, молда 7 күн қатарынан мені оқып, мені 7-ші күн дегенде қан құсып барып жеңілдедім. Осы ауырған кезде жақындарымнан қатты қолдау көрдім. Жүре алмай қалғаным былай тұрсын, түнімен ұйықтай алмай көз ілмейтінмін. Сол кезде әпкем арнайы рецепт жаздыртып ұйықтататын дәрі беріп жүрді. Баламды ата-анам қарап көмектесті. Бетім бері қарады. Бір өліп қайта тірілген мен үшін мына ауру тұр енді жинал дегендей белгі еді. Жарты жыл дегенде өзіме әрең келгендей болдым. Әкем таныс арқылы өз мамандығым бойынша жұмысқа тұрғызды. Жас орта, жаңа таныстар, өмірім басқа арнаға бұрылғандай болды. Жұмысқа тұрып ойым өзгерді. Ата-анама ұлым екеуміз қашанғы масыл бола береміз деп бөлек шықтым. Ұлыма көп көңіл бөлгім келді. Мен ауырып, әкесімен ажырасып жүргенде балам әркімге бір жалтақтап өсіп келе жатқандай көрінді маған. Иә, әрине, үйде аға жеңге, іні келін бар деген сияқты.
Кейде байқаусызда қатты сөйлеп қойса, жүрегім ауырып кететін. Анама бөлек шығатынымды айтып едім, қолдады. Айтпақшы, менің ауырғаным анама қатты әсер етті ме, арағын мүлде қойып кетті. 5 уақыт намазға жығылды. Жұмысым өте қарқынды жүріп, біздің мекемеге басқа қаладан жаңадан маман келді. Қыз-келіншектердің барлығының аузында сол жігіт. Көрмеген тек мен, себебі бөлек бөлімшеде жұмыс жасайтын. Оның үстіне менің оңды-солды жүретін уақытым жоқ. Жұмыс аяқталса болды, ұлыма жүгіріп кетемін. Кәсіпорында Наурыз мерекесі өтетін болып бәріміз атсалыстық. Кешке отырыс болатын болып жұмыстастардың «Жадыра, сенде қалма, бір уақыт бойыңды жазсаңшы» дегендеріне көніп мен де бардым. Осы кеште Асқатпен, яғни көпшіліктің аузында жүрген жігітпен таныстым. Сол кештен кейін Асқат ананы-мынаны сылтауратып біздің бөлімшеге келе берді. Байқамай жүрген тек мен екенмін. Ол келгенде барлығы «Күйеу жігіт келді» деп әңгіме айтатын болды. Айтуларынша, жұмысты сылтауратып мені көруге келеді екен. Бір күні бөлімшедегі бас маманымыз «Жадыра, осы сен Асқатпен сөйлесіп көрсеңші, жаман жігіт емес сияқты. Келген сайын сені сұрап қояды. Телефон номеріңді берем, ренжіме» деді. Бір ай бойы телефонымда сақталмаған номер хабарлама тастап жүрді. Ішім кім екенін біліп тұрды. Жауап бермей көрмегенсіп жүре бердім. Жауабымды күте-күте шаршады ма, жұмыстан соң асығып шығып бара жатсам, сыртта Асқат күтіп тұр екен. Жеткізіп тастайын деп ұсыныс жасады. Бас тартқаныммен көндірді. Жол бойы ананы-мынаны әңгіме етіп келе жатыр. Менде үн жоқ. Қысқа қайырып қоямын, жауап бермегенсіп. Үйімнің тұсына жетіп түспекші болғанымда, кешке хабарласамын, сөйлесейікші деді. Басымды изеп түсіп қалдым. Осылай менің өмірімнің жаңа парақшасы ашылды. Асқатпен жақын таныса отырып, екеуміздің тағдырлас екенімізді білдім. Алдыңғы өмірім өзіме сабақ болды. Асқатпен арамыз жақындасқанымен бірден ұсынысын қабылдамадым. Ол да асықтырмай шешімімді күтті. Таныстығымызға 1 жыл толғанда отбасы құрамыз деген шешім қабылдадық. Негізі мен жалғыз болудан шаршамадым. Жалғыз басты қатын деген көзқарастардан налитынмын. Себебі қайда барсам да ажырасқан деп күйеуін қызғанатын бір әйел. Не болмаса пайдаланып кеткісі келетін еркектер. Асқат менің барлық жағдайымды түсініп, өткен өміріммен қабылдады. Екеуміз келісіп, кішігірім той жасадық. Ұлым өз әкесі мүлде есінде қалмағандықтан Асқатпен тез тіл табысып кетті. Содан бері міне 10 жылдың үсті болды. Қазіргі таңда біз менің ұлымнан бөлек тағы 2 баланың ата-анасымыз. Бұл отбасылық өмірімде мен нәзік болуды, арқа сүйейтін ер азаматымның бар екенін ұғындым. Өткен өміріме оралмаймын дегеніммен, ортада бала болған соң қайта есігін ашпауға амал жоқ. Ұлан ажырасқанымыздан кейін араға 4 жыл салып хабарласты. Баласымен кездестіруімді сұрады. Қиын болды мен үшін. Жаңа отбасымда баламызға аяғым ауыр еді. Ал ұлан болса, менің тұрмыс құрғанымнан бейхабар. Мені көрген кезде өз көзіне өзі сенбей ұзақ қарады. Мені күтіп жүрме десем, деп ойнаса да ойындағысын айтқандай шықты даусырғағы. Баламызды ойнатып бірге тамақтандық. Сырт көзге отбасы секілді көрінген болармыз. Бізді қимай, әрең қош айтысып кетті. Осы кездесуден кейін ұлыммен жиі кездесіп, сұрап алып жүрді. Асқатқа барлығын ашып айтып түсіндірдім. Еш қарсылық білдірмеді. Бірде ұлан телефоныма қоңырау шалып тұр. Ұлын сұрағалы хабарласып тұрған болар деп көтерсем, удаймас. Жадыра, кешірші мені. Сенің қадіріңді түсінбедім. Семен айырылысқаныма өкінемін. Оралшы маған. Өз баламмен бірге басқа балаларыңды да қабылдауға дайынмын деп айды аспаннан бір-ақ шығарды. Бұл сөздерінен кейін мен есеңгіреп қалдым. Осы сөзді қаншама уақыт күтіп едім. Енді өмірім реттеліп келе жатқанда ескі жараның аузы ашылғандай жүрегім сыздап қала берді. Кеш, енді тым кеш дегеннен басқа ештеңе айта алмадым. Өксікке тұншығып тұтқаны қойдым. Ұланға ұлын көрсетейін, ұлы жиі кездесіп, әкесін танысын, білсін деген ниетімді бұлай бұрмалап алады деп ойламадым. Ұлан хабарласып, кешірім сұрап, қайта сол күндерді қайтарғысы келетінін, менің қадірімді түсінбегенін айтқаннан кейін, мен тіпті де есімді жоғалтардай, жылдар бойы басымнан өткен қиындықтарым көз алдыма келді. Соңғы осы телефон қоңырауынан кейін
тек балаға қатысты шаруалармен арасында ғана сирек сөйлесетін болдық. Асхатпен жаңа өмірді бастамас бұрын қаншама күндер, айлар емес, жылдар бойы мен ұланды күткен едім. Оған бір көре салып күйеуге шықсам да отбасымды сақтап қалғым келген еді. Үлкен енемнен қаншама қорлық көрсем де шыдаппын ғой. Ұланның қатыгездігіне де көз жұма қараған талай жағдайлар бастан өткен. Сонда да жақсы отбасы болып кетеміз деген үмітпен кейде тілмен жеткізе алмаған тұсымды жалынып, хат жазып талай қолына ұстатқанмын. Көз алдымда бұл хатың бір тиын, оқымаймын деген кісіше жыртып лақтырып кететін. Мені бағаламаған адам үшін сол үйдің отымен кіріп, күлімен шығуға дайын болған мені әбден азапқа салғаны үшін енді міне, өз екінші жартымды кезіктіріп бақытты бола бастағанда қайта өмірімде пайда болып кешірім сұрағаны үшін орала қоймаспын. Ендігі тіптен кеш. Бірақ қаласам да қаламасам да ұлым үшін кейде араласуыма тура келеді. Ендігіде өмірім бақыттың арнасына бұрылды дегенде бұрынғы енемде түк болмағандай амандығымызды сұрап қояды. Кезінде біздер жас болдық. Сол уақытта біздерді тәйттеп тоқтата білгенде ғой. Қанаты бітпеген жас отбасымызды сақтауға үлесін қосар еді. Айта берсем шіркін, бір кем дүние. Қандай қиын тағдырым деп кейде өзімді аяп кетемін. Жабылған есікті жабулы күйінде қалдыруым керек педі деген оймен өзімнің жағдайымда жүрген сіңілдеріме тағдырымды қайталама дегім келеді. Құрметті тыңдарман, осымен бұл әңгіме өз мәресіне жетті. Бұл оқиғадағы кейіпкерге соңғы пікірімізді осы жерде комментарийге қалдырайық. Ішінде жатқан мүмкін тағы сұрақтардың шешілуіне себеп болайық.